Ақсырет 2 бөлім. Ол кезде жұма қыз артынып-тартынып қыстақтағы ескелеу жатаған үйге жетіп келетін. Екі ортаға трактормен пішен таситын көрші ағайдың қырсығынан қалмай таскенедей жабысып алатын. Күйеуі Иманбай мен Жанарыстың әке-шешесі бір туғандықтан бұл үйге еш бөтендігі жоқ. Есіктен кіре Ерасыл мен Нұрасылдың бетінен шымшылап ұйқысынан оятады. Онысын Айшуақ жақтырмайды. Ысылдап інді торған сұр жыланның балапанын қызғанып қорғаштаған қарлығаштай жыр айналып қастарынан шықпайды. Бірақ қашанғы бақсын, сыртта пішен жатады жайрап, сиыры тұрады мөңіреп, күйбең тірлікті күйттеуге асығады. Абысын-ау, Ерасылды ұстай тұршы, Нұрасылды ойната қойшы, анау малды жайлап қайтайын, астауға су толтырып қояйын. Жанарыстың келетін уақыты да болып қалды. Ойбай-ау, қозыларға сүт бермеппін ғой, қап есімнен шығып кеткен-ай. Санын бір соғып қойып, Айшуақ қора жаққа зыр жүгіреді. Одан күл шығарып от жағады. Сырттан қапшықтап кей тасиды. Шамға май құяды. Екі араны бөліп жатқан терең сай жақтан пөшкелеп тұшы су әкеледі. Жақын маңғайдағы судың бәрі лай әрі ащы. Сордың дәмі шығып шай ішкізбейді. Екі иығынан емге су ағашы түспейтін Айшуақтың күндегі әдеті осы. Біресе бие, біресе түйе сауып, сілесі құрып кешкісін түзекке бір құлайды. Көбіне кірпік ілмей мал соңында митіңдей, жасына жетпей маңдайы қыртыстанған отағасын аяп қой күзетеді. Қараңғы түнде біресе аймен, біресе жұлдыздармен мәжнүн адам құсап, сөйлесіп отырып таң аттырады. Осылайша титықтап тірлік кешкен сорлы шіркін қорылдап ұйықтап кетеді. Бірде көзін ашса, екі жағында пысылдап тәтті ұйқыда жатқан қос балапаны жоқ. Іле Ерасыл мен Нұрасылын іздеп жан-жағын алақанымен сипаласын. Әншейінде аяқ жақта сығырайып, жанып тұратын шамның майы таусылып өшіп қалған. Қабырғаны сипалайып жүріп сіріңкенің титтей қорабын шақ тапқан Айшуаққа сол-ақ екен абысыны дүрсе қоя берді. Шамды неге жағасын? Балалар оянып кетеді. Өшір қане. Олар қайда? Екеуін біреу алып кеткен жоқ па? Жоқ. Түннің бір уағында қайдағыны шығармашы. Міне, менің төсегімде жатыр. Қалайша, мана жанымда еді ғой. Түкке түсінбеген Айшуақ шығышып кетті. Сенің қорылдаған даусына шығышып жылаған соң шыдамай қасыма жатқыздым. Ал сен болсаң қайнен қаперсізсің. Екеуін қойныма тығып құйрықтарын қағып едім, маужырап ұйықтап кетті. Жарайды ендеше, пішенділер ұрлап кетті ме деп зәрем ұшты ғой, деп Айшуақ қайтадан төсегіне барып қисайды. Дәл осындай сәт тағы бірде қайталанды. Ашуға булығып шамды тұтатқан Айшуақ өз көзіне өзі сенбей сілейіп тұрып қалды. Шүбіштің лағындай болған тентектері бөтен біреудің төсіне бастарын тығып үнсіз жатыр. Мұндай көзсіздікке шыдай алмаған ол жастық шақтың қызуымен абысын жұлқылап ұлдарына жармасты. Тиме, деді онда да жұма қыз өктем тіл қатып. Тиме, шошытасың балаларды, жата берсін. Құршандырды қанша тістесе де ете алмады. Құдай маған бір перзентті қимады ғой, қайтейін. Жұртта күйінгендей болып ашуға булыққан абысыны қулыққа басты тағда. Бұларды менен қызанып қайтесің? Баспақ болғанша емізесің. Өзіңнен де құр сүлдерің қалды. Одан да емшектен суалтып әл жина. Екеуін алдартқата тұрайын. Бәлки тұла бойыма бір шарана бітіп қалар. Дәл осы қылықтарын жақсы ырымға жорып жүрмін Айшуақ. Көкелердің ізін жалғап бір тентек еріп кетсе, сені кіндік шеше қылып қайнағам екеуіңді ақ киізге орар едім. Әттең, осы арманым тезірек орындалса ғой, деп өтірік кемсеңдеді. Оның ойының түкпірінде не жатқан бейшара әйел қайдан білсін. Ағынан жарылды да кеп. Жаны іште шырқыраса да екі көзі тәтті ұйқыға тығылған Айшуақтың амалы құрып төсегіне қайтадан қисайды. Түндегі болған жайтты өрістегі бір отар қойды қайтарып жүріп күйеуіне айтып еді, ол тіптен қуанып сала берді. Жа, ештеңе етпес, қайта қолың ұзаратын болды ғой. Иманбайдың көңілі үшін көнеміз де, оларға да бір тұяқ бұйырмай қойды әбден. Құлындарымды ескеп мал қылмасын, қабағыңды шытып тентектерді қызғанып жүрме. Ағайынның арасында өскен бала көпшіл әрі тәрбиелі болады. Жамантайларым екі ортада емін-еркін еркелеп өссін, деді келте ойдан аулақ жүретін күйеуі.
Арада біраз таңдар атып күндер ұясына батты. Бірде туған анасы Айшуақтың, енді бірде Жұмақыздың қойнына тығылып, қосыл қаннен-қаперсіз өсе берді. Былдырлап бірдеңені айтатынды шығарды. Қаз-қаз басып жүріп құлады. Ай санап тәтті қылықтарына тамсандыра түсті. Бала біткен тәтті емес пе? Ерасыл мен Нұрасылдың сүйкімді әрі жұғымды қылығы кім-кімнің де жанын елжіретіп, жүрегін жібітіп, еріксіз баурап әкетті. Ерасыл тіс жарайын деп жүр білем, іші жиі өтетін болды. Докторға көрсетпей болмас, деп бірде Жұмақыз таңғы шай үстінде аяушылық білдірді. Оның ішке бүккен айналасын оқып-тоқымаған, тіпті мына тұрған ауылдан қай жақта екенін білмейтін, көздерін надандықтың желі басқан Айшуақ пен Жанарыс қайдан білсін. Төбе шаштары тіктіріп, бір-біріне үрке қарады. Докторға апарып көрсетіп келейін. Көліктің реті шықса жолға жиналайық деп шешті. Ақ жеңгем өте сауатты. Олай болса жолын бөгеме жіберейік. Сен Нұрасылды қарап үйдегі шаруаны күйтте деп Жанарыс отбасылық шағын мәжілісте бір уыс ақшаны Жұмақыздың қолына ұстатты. Қайнымның түсінігі мол, сенің арқаңда балаларды емдейтін. Іші өтпек түгіл тілі шықпай қалса да, мына Айшуаққа екі дүние бір. Қорадағы қой ешкісін түгендеп жүре береді деп абысының шығып берген Жұмақыз сүп-сүйкімді Ерасылды тығыншықтай етіп киіндіріп ауыл жаққа тайып тұрды. Қарасын бір жолата батырды. Шу қара құйрық деп сол кеткеннен мол кетті. Тұңғышын күтумен Айшуақ жүрді жол тосып. Уайымнан қажып, екі жағы суалып, көзі шүңірейіп әбден мазасы қашты. Жол жөнекей шөп тасыған тракторшілерден амандығын сұрап тұрды. Үйден қия аттайын десе, аяғына оратылған бала мен баяғы бір қорамал. Таңның атысы, күннің батысы Ерасылын ойлап, сағынып, ана жүрегі сыздап, тыншымады. Аяғына шұрық тесік резеңкі галошты киіп алып, күн ұясына бата бергенде қораның төбесіне шығып, өткен-кеткен көліктің жарығынан көз жазбады. Баяғы Ерасылын жетектеп абысыны келе жатқандай көрінді. Алыстан жылт еткен жарық көрсе, жез самауырынға шоқ салды. Бұрынғыдай ұйқыны да күлкіні де ұмытты. Құлдыраңдап Нұрасылы қасында ойнақтап жүргенмен жаны беймаза күй кешті. Тек араға ай жарым уақыт салып, жайлауға жылт еткен көліктен жазып жіберген бір жапырақ қағаз қолына тигенде ғана жүрегі орнына түскендей болды Айшуақтың. Ерасыл аман, қоян тістері шығып келеді. Енді құйттай өссе балабақшаға бергелі отырмын. Көкірегі ояу қайным бұған келісетін шығар. Көп ойланбай Нұрасылды да беріп жіберіңдер. Я, өздерің әкеліп тастаңдар. Тәтелес өсіп келе жатқан бір-бірінен айырмайық. Қол ұстасып қатар өссін. Сендер шаруаларыңды күйттеп, малдарыңды бағыңдар. Әзірге екеуін де өзін бағып қағайын. Бұл ойымды Иманғали да құптап отыр. Ауыл арасы алыс емес қой. Қатынап тұрарсыңдар. Айтпақшы, екі баланың туу туралы куәлігін беруді ұмытпаңдар, депті Жұмақыз. Хаттағы әрбір әріпті шұқшия оқыған Айшуақтың алғашында екі көзі алақандай болып, есі шыға жаздады. Абысын сымағының ауыл жақтың қыр төсіне ұшып кеткен үшбу хатын көзінің жасын сықтырды. Содан ойланып толғанып, ақыры бұл хабарды Жанарыстың құлағына тигізді. Ол сабазыңа екі дүние бір еді ол кезде. Тас жүрек әке әйеліне дүрсек қоя берді. Күндер өте өкінерін қайдан білсін. Әй қатын, деді пеш түбіне тығылып бойын енді жылыта бастаған Айшуақтың тарбиған бәшбәйінен нұқып қалып. Түннің бір уағында жаман ырымды бастамай тыныш жат. Бұл несің су бітпейтін? Қане, жи есіңді. Бала баққандікі, құмның ішінде бұрсып жүргеннен екеуін ауылда өскені әлде қайта жақсы емес пе? Қолың малдан босағанда айран сүтін, ет пен майын апарып көріп қайтарсың. Қайта орта көреді, тілдері ерте шығады. Балабақшадан орысша үйренеді. Бір ауыз орысша білмей екеуміз құсап отырады ертең, мынау қу молада омалып. Барсын, жібер Нұрасылды да. Баланы бауырыңа тыға бермей осы бастан еркіндікке үйрету керек. Олар әлі күттай ғой, екеуін бірдей Жұмақызға бермекпісің? Онсыз да құлындарымды жеке меншіктеп алды. Бара-бар жат болып кетсе қайтеміз? Бөтен үйде қалай жүреді? Түнде жылап ұйықтамайтын шығар. Айшуақ кемсеңдеп қоя берді. Бауырымды шеттеткенің қалай? Алғаш үй болғанда солардың босағасын аттап жан сақтап едік қой.
Әлгі тентек ағаң мылтықпен қуып келгенде бізде Иманбай көкем араша түсті емес пе? Күнінде көп жақсылық жасаған аға жеңгемнің көңілін қалдыруға болмайды. Өткен кеткенді қаузамасаң ішкен асың батпайды білем. Өтірік пе? Сені комсомол бригадасынан алып қашып келе жатып, 7 түнде Иманғали ағамның үйіне тығылғаным есіңде жоқ па? Сонда бәр дәмін алдымызға тосып, жылы төсегін салып берген жұма қыз еді. Жасаған жақсылықты ұмытпау керек. Жекемді жұғартпай сұраса апарып берін Расылды да. Түбінде солар мынау жаман қыстауда тұрар деймісің? Өскен соң ауылға қашады. Осы бастан еті үйреніп бауыр бассын. Бұрынғыдай бірге ойнап бірге өссін. Ұлдарды бөлмейік. Мектепті сол үйде жатып оқымай ма? 10 жерден қашқақтасаң да Иманбай ағам мен жұма қыздың артық жақын таппайсың, деп жеңістік бермеді отағасы Жанарыс. Онда екеуміз де ауылға көшейік, балаларды тірі жетім етпейік. Оларды көзімнен қайтып таса қыламын. Құсалықтан қан ішемін ғой, тамағымнан ас та өтпейді. Екеуінен тірілей көз жазып қалатын жайым жоқ, деді Айшуақ күйеуіне қарсы пікір білдіріп. Қарайған малды қайда тастайсың? Малсыз күніміз қараң емес пе? Жоқ, онсыз өмір сүре алмаймын. Оның үстіне совхоз директорына берген уәдем бар, деп желкесін тыр-тыр қасыды Жанарыс. Сонда балалардан сырттағы мал артық па? Сен қатын ақылыңнан адаспай ақылға кел. Сол малдың жұмсақ еті, жал-жаясы шығар тіліңді қышытып тұрған. Көп сөз, боқ сөз, басымды қатырма, ертеңнен ат-арбаны жектен Расылды ауылға апарып таста. Бауырын көріп қуансын. Тас үйде таңнан кешке дейін үш құса болып бітті. Есен аға екеуі де естияр болып өседі. Біз қайда қашамыз? Әлі талай келеді үйге. Босқа қам жеме. Жаз жылдам өтеді. Күн ертең күз жетіп қыс түседі. Қой төлдейді. Жалғыз өзің былжырап жүріп іш пен сыртқа қалай үлгересің? Біз әлі 40-қа жеткен жоқпыз. Етек жеңіңді жинаған соң пытырлатып тағы туарсың. Солай ғой кемпірә, деп Жанарыс екі көзі бұлаудай боп іскен әйелін күз-күз қолымен қапсыра құшақтады. Түнімен жүрегі сыздап, көз ілмей шыққан Айшуақ ертесіне асығып, аптығып, буынып-түйініп жолға шықты. Құдайға бір, Иманғали қайнағасы мен жұма қыз абысына бір аманаттап, қос ұлын қосып қайтты. Көкірегін әлдене өкініш пен қызғаныш тырнаса да, өз көңілін өзі алдарқатып, кешкісін қаңыраған үйіне оралды. Бұрынғыдай емес, екі иығынан атан түйенің жүгі түскендей бір шаруасы болса да кеміді. Тышқа құлағын жанынан да артық көретін Жанарыстың қамын ойлап, отағасымен кірсе кіріп, шықса шығып, митіңдеп қорада жүрді. Қос ұлын сағынғанда көз жасын көлтетті. Анда-санда қанатын сабылай ұшқан құстарға қарап, көкірегі қарс айырылып, күрсінгені болмаса, ұлдарын бұрынғыдай елжіреп ойламады. Кейде жалғызсырап тұнжырай бастаса өзіне өзі дем беріп, жа, көлденеңнен аман жүрсе болғаны, ертең-ақ папалап мамалап жетіп келер. Сол кезде бұзау бағысып, қой қайтаруға жарап қалар. Қозы қарындары тоқ жүрсе екен, таңда сауған сүтімді өткен-кеткен жолаушыдан беріп жіберейін. Құдықта байлаулы тұрған қаймағым және бар ғой. Көкелеріме құрт қайнатып, сүзбесі қайын деп, қазан ошақтың қасына жақындайды. Осылайша күн соңынан күн, ай соңынан ай жылжыды. Жайлау мен ауылдың екі арасын Айшуақтың қаймағы мен сүт-май жалғап жатты. Бұрынғыдай ұлдарының абысынан қызғанбады. Көңілін үрей мен күдік торламады. Жас туған төлдің күтімі, қораны айнала жүгірген бұзауқандардың қызығы ойын бөлді. Машақаты көп болғанмен қора толы, тірі ақшаның қадірін түсінген сайын Жанарыс пен Айшуақтың құлқыны әбден ашылып кетті. Күндеріміз түсіп қалар-ау деген жақын жанаптың тамыр таныстың басшы қосшының жалпылдап малын бағып, жем-шөбін түсірумен күн батырды. Беу, тіршілік десеңші. Бір төлді екі қылуды көздеп талайын тақымдарына басты. Құйрығы қақпақтай семіз төлдер жесе ет, сатса ақша. Кеш батса отағасының айтатын әңгімесі тек қана мал. Біріне бірі жалғасқан мағынасыз мәнсіз тірлік білінбей тізбектеліп өтіп жатты. Бірде Жанарыс ойда жоқта асау аттан құлап, тобын шығарып алғанда ғана ұлдарына деген әкелік махаббат оянды. Айшуақ, қазір ауылға тездетіп барып балаларымды алып келші. Көкелерімді сағындым. Көрмегелі көп болды ғой. Ерім мен нұрым қандай болды екен?
көргім келеді, деді жаны көзінің ұшына көрініп. Қап, енді қайттым. Сенің жатысың мынау. Бұрын соңды талай аттан құлап сирағыңды шығарсаң да бұлай қиналмап ең. Енді анау қарайған малға кім көз болады? Деп Айшуақ бәйек болды. Малы бар болсын. Кеше түсте қой бағып жүріп көзім ілініп кетіп еді, сонда Иманбай ағамды көріп едім. Осы жайсыздыққа көрінген екен ғой. Деп Жанарыс осыдан 3 ай бұрын беймезгіл шақта жол апатына дүние салған жақын бауырын есіне алды. Қайнағам кеткелі абысының көңілсіз жүр. Оған Ерасыл мен Нұрасыл кәдімгідей алданыш болды. Енді сол алданыш бізге де керек десеңші. Қой, екеуін бір жолата алып қайтайын деп ауыл жаққа бет түзеді Айшуақ. Дұрыс шешім қабылдадың. Аз уақытта ештеңе қирай қоймас. Тезірек пішеншілермен бар да кел, деп Жанарыс қалды, ойында түк жоқ. Ауылға жеткенше, құлындарын көргенше жаны шыға жаздады Айшуақтың. Сағымнан сағым қуалаған жол бойы тұла бойы бір ысып, бір мұстады. Тынысы тарылып, тынышсызданды. Жүрегі аузына тығылып, кеудесі қысылды. Басы айналып, төңірегі кішкене шар секілді дөңгеленіп бара жатты. Көліктен түскен бойда әлдене жайсыздықты сезгендей көшедегі көрінген стол баға арқасын сүйеп демін алды. Есін жиып алға адымдай бергенде есіктің алдында топырақпен ойнап отырған бір топ сәбиді көрді. Анау Ерасыл мен Нұрасыл ғой, көкелерім менің, деп жарқырап қоя берді ана жүрегі. Сағыныштан шыдамаған көз жасын орамалының ұшымен сүртіп, елпеңдеп қастарына жетіп келді. Нұрасыл, Ерасыл, жандарым сол. Сүтке тойған қоздай томпиып, топ баланың ішінде мұп-момақан ойнап отырған балапандары бұған бір түрлі жатырқай қарады. Әлгінде мойнынан құшақтап маңынан шықпап еді, бұл жолы екеуі де жат болып кеткендей, ештеңенің байыбына түсінбеген Айшуақ. Айналайындарым, сендерді мен қалай сағынды десеңші, келші, кел бері, деп ағынан жарылып әлек. Екеуінде үн жоқ. Шыттай киінген сүйкімді балақайлар әжептәуір өсіп қалыпты. Шешелеріне теріс қараған күйі ойындарын жалғастырды. Қала сиыл ту, бізге сүтті бел, деді ұры әрпіне дұрыс тілі келкіреңкемейтін 4 жастан асқан Ерасылы былдырлап. Шолақ шен көйлегінен етегінен су аралас топыраққа толтырып түйіп алыпты. Басқа балалардың аузы мұрны топырақтан көрінбейді. Жамбыл, жаудау, бізде бел деп бауырына жетелесі өсіп келе жатқан Нұрасыл да тақпақтата жөнелді. Құлындарым-ай, осылай шаңға батып отыра бересіңдер ме? Жүріңдер, үйге кірейік, сендерге тәтті қаймақ сүт әкелдім. Күн шығар шықпастан екеуіңе қаймаққа былғап құймақ пісірдім, деді Айшуақ сәбилеріне ешіре қарап. Біздің мамам жұмыста шоныла киеді, деді Ерасыл даусын созып. Сендердің мамаларың мына мен ғой, мені танымай тұрсыңдар ма? Деді ойында дәнеңе жоқ Айшуақ. Тоқ, сен бөтен апашын, бөжейсің, біздің мамамыз башқа, деп бетіне бажырая қарады екеуі қатар. Айшуақ мырс етіп күліп жіберді. Бала тілі бал деген балалықпен айтып тұр ғой, деп түйді іштей екеуінің қылығына мәз болып. Содан алыстан келе жатқан Жұмақызды көргенде әлгі екеуі тұра жүгірді. Апала бетегіне оратылды. Тым болмаса шешесі екенімді үйретсе қайтеді, әбден жат қылмақ ойы бар ма, деп екі ұдай пікірде қалған Айшуақ іштей ызаға булықты. Бірақ абысынымен бұрынғыдай бала үшін сөз қағыстырып жатпады. Аман саулық сұрап, дастархан басына жайғасқан соң, оларды алып кетуге келгенін, отағасының аяқ астынан қызу көтеріліп сырқаттанып қалғанын айтты. Сол-ақ екен тамағына шашалған Жұмақыз қабаған иттей арсылдап жөнелді. Есің ауыз ба? Әлде кеміс пе? Не оттап отырсың? Бұлардан күдеріңді үздеп, дүние күн айтқан жоқпын ба? Үз күдеріңді. Есіңде болсын, бала баққандікі. Арқалап алып кетем десең де бармайды бұлар саған. Екеуі де көз ашқаннан мына төбеге осы 4 қабырғаға әу бастан маған бауыр басты. Кең сарайдан үйі тұрғанда құлап тұрған ескі қыстаудан боқ жей ме? Бұлар менің мына ішімнен шықты ғой. Ішімнен. Туған мен, анасы мен. Қазір қалып кетемін. Туу туралы мәтіркесінде бәрі жазылған. Жазылсашы. Баяғыда сарғайып кеткен сары қағазды документтеп тұрмысың?
Сен наданға екі дүние бір, бақтым, қақтым, бауырыма бастым. Мал деп үй көрмей жүргенінде осылардың жаялығын жуып, тамағын бердім. Мұнтаздай ғып киіндірдім. Балабақшаға барып ешкімнен кем қылмай өсіріп отырмын. Марқұм Иманбай кете кеткенше екеуін көзінен таса етпеді. Біз болмасақ анау қарайған малды қалай бағар едіңдер? Ендігі совхозға бере жақ болып көтендерін көрінер еді. Жақсылықты білмейсіңдер. Тумасам да туғандаймын, енді маған қайт дейсіңдер. Жұмақыз, түсінесің бе? Жанарыс балаларды алып кел деп қалды. Көргісі келіп сағынып жүр. Ең болмаса бір иіскеп мауқын бассыншы. Ертең кері алып кетерсің. Қайның жатып қалса, бұларға қарайтын менде уақытта жоқ, деп туғандарына қолын жеткізе алмай жалынды байғұс Айшуақ. Өшірініңді, қайнымның беті бері қараған күн өзім-ақ апарып келем бұларды. Бұдан былай ұлдарын өзім бағып жеткізетінімді айтайын. Бір жолата алып кетемін деуіңді қой. Босқа байбалам салма. Жігіт болған шағыңда келін алып сенің-ақ қолыңды жылысын осы екеуі. Әзірге маған алданыш бола тұрсын. Иманбай да жоқ бұрынғыдай арқа сүйетін. Туған шешесін түбі табар. Солай ғой я, Ерашжан, Нұрашжан, деп абысына күнбағыстай құбылып шыға келді. Айшуақтың бұл жолы лажы құрыды. Қылығы ерекше жүгірмектеріне сүзіле қарап, үміттің жібін салғады. Арықтау атқа жегілген арбаның төрт дөңгелегі қораның маңынан жылжып кеткенге дейін шеттейінен бауыр басқан, шешелерінің ығына тығылған Ерасылы мен Нұрасылы емшегі үзіле жаздаған Айшуаққа пысқырып та қарамады. Көңілі әдеттегідей аласапыран күй кешкен ол үйіне тұнжырап оралды. Сол күні күйзелген күйінішін айтып тауыса алмады төсекке таңылған күйеуіне. Балалар жат боп кетті Жанарыс. Біз оңдырмай ағаттық жібердік. Істің бүйтіп Насырға шабатын білгенде, жа, сары уайымға салынба, бір жыны болар. Тек аман есен өссе екен, деді де қойды. Тобы қысып, мазасы қашқан отағасы. Сырқаты күн санап жанына батса да дымын сыртына шығармаған Жанарысқа балапандарын ертіп Жұмақыз келді, бәлсініп. Құлындарын ескеп, сүйіп, аймалап, мауқын басып, бір жасап қалды Жанарыс. Әке шешесін жатырқап, әсіресе Айшуақты көрсе, әзірейді келіп қалғандай, Жұмақыздың тасасына тығылып, томсырайды екі бала. Сағыныштан ішқұса болған ата-ана ұлдарының әр қылығын, еркелігін елемей мәз-мейрам болды. Ойбай, ауыздарына шыбын кіріп кетпесін, көп шапқылып жүгірмеңдер, самауырынға түсіп күйіп қалмаңдар. Бұлардың бабы табыла қоймас, үйлерінде лас, шаң, тозаң, ыдыс аяқтарын кір-кір, төмен берекеті 5 тиын етті абысына. Ақыры аптаның соңына дейін шыдамай қаны сарқылған 2 төшке шик етті. Шелек-шелек қаймақ пен тортасынан айырған сары майды, дорба-дорба кепкен құртты аштан өліп, көштен қалғандай сөмкесіне тығыздап салып, шиеттей балаларды алып ауыл жаққа тайып тұрды Жұмақыз. Арада зымырап жылдар өтті. Бір аяғын кестіріп тынған отағасы күйбен тірліктен қол үзді. Ішпен сырттың шаруасын күйттеумен Айшуақта титықтады. Анда-санда ұлдарын көріп, сағыныштың қара бұлтын сейілді. Сол баяғы жауыздықтың неше түрлі айласын ойлап тапқыш Жұмақыз титтей балалардың торғайдай тамағын сылтауратып, түйені түгесімен жұтты. Күз бен көктемде қазан астына, қыста бір сиыр мен тұтас жылқыны сойып әкетумен болды. Бұлаздай Айшуақтың қарынға тыққан сұр еті, қайнатқан құрты, ақ майы аузынан ақты Жұмақыздың қысы жазы. Тесік тамақтан таршылық көрмеген жалғыз қатын, 2 баланың киім-кешегінде ұсақ-түйек заттарын да Жанарыстың есебінен шығарды. Ауру сұрқаулы жан қорадағы ірі қараның біразын сатып тынды. Ақшасын ауыл жаққа беріп тұрды. Сөйтіп малшының 2 баласын көз көре туған әке-шешесінен айырып, тірі жетім еткен Жұмақыздың мұртын балта шаппады. Тасыған сайын тасып, байыған үстіне байыды. Қайнысы Жанарыс пен Айшуақтың ақшасын, жиған малын тас кенедей сорды. Уақыт жылжымай тұрсын ба, Ерасыл мен Нұрасыл естияр болып, мектепте оқып жүргенде дендеген дерттен Жанарыс бақилыққа аттанды. Қайнысы о дүниелік болған соң, қырдағы қыстаудың шаш етектен келген шаруасын Жұмақыз қолына алып, өзі билеп төстеді.
құмырсқадай қыбырлаған айшуақты бір бұрышқа тықты. Жорта бүлік шығарып, қорадағы малға қырғидай тиді. Жүн түтіп, тауықтарға тары шашып, өріске сиыр айдағаннан басқа есеп-қисаппен ісі жоқ айшуақты есектей жекті. Қу жанын сүйреткен бейшара балалары үшін бәріне төзіп шыдады. Қай малды қайда кетіп жатқанымен де ісі болмады. Аман-есен өсіп-онып, оң-солын танып қалған ұлдарымның ырыздығы шығар деп томпішті. Сөйтіп Жанарыстың соңғы асына жетпей, малды түгел сатып, сатпағанын сойып, етін қасапшыға өткізіп, ақшасын сорған Жұмақыз қаланың көрікті жерінен ап шаптырмай үй сатып алды. Бірақ бұл жайлы жан баласына жақ ашпады. Оның алысқа көшкелі жатқанын жұрттан естіп, жан ұшырып айшуақ жетті жылап-сықтап. «Көкелерімді қайда кетіп барасың?» деп жер бауырлап жатып алды. «Тұр былай, ақымақ, есің дұрыс па? Осы екеуін қайткенде адам етіп оқытам деп жер-көкке сыймай жүрсем, қайдағы жаман ырымды бастап?» деп зекіді Жұмақыз. «Көшетініңді маған неге айтпадың? Мен неге білмеймін, балаларымды енді қайдан табамын?» деп тағы да ботадай боздады. «Әй, өшірші үніңді. Сайдың тасындай боп өсіп қалған бұларды ошағыңа тас етесің бе? Бүйтіп әлек салатын болсаң, қарамызды батырайық бір жолата. О, несе, екеуің қаланың мектебінде оқытамын. Күзге дейін бір хабарласармын. Тырт етпей отыра бер қыстауда. Қалған малға мұқият бол», деп шаруасын аманаттады Жұмақыз. «Нұрасылым, Ерасылым, көкелерім, мені тастап қайда барасыңдар? Мен сендердің аналарыңмын, шешелеріңмін. Сендерді мына мен тудым, деп зарын елеп қала берді. «Я, оттапсың, бұларды туған сен, баққан мен. Менің арқамда екеуін өсіріп алдың», деп бас салған ол айшуақты қара бет қылды. Ашуға киліккен екі әйелдің қапелімде дау-дамайы бітсін бе? Айқай ұрыс-керістің соңы қып-қызыл төбелеске ұласты. Бұрын соңында қанша ашуы келсе де, өзінен 2-3 көйлекті бұрын тоздырған жасын сыйлап, көп үндемейтін айшуақта қатты кетті. Ал Жұмақыз болса, одан бетер қалысқан жоқ. «Осы екеуін үйлендіріп, тойын өзің жасайсың. Оған дейін малыңды бағып, ақшаңды жина. Бала түбі адам еткен кісіні табады», деп Жұмақыз қасықтай қатқан айшуақтың шашынан жұлып, жұртқа күлкі қылды. Айнала басу айтқан көршілеріне де көнбеді. Алланың ішін шаңдатқан төбелеске Ерасыл мен Нұрасыл пысқырып та қарамады. Қорадағы қоразға таласқан екі тауықтай бет жыртысып шаш тартысқан абысындарға жұрттан қалды. Тамам, ұлдары ауылдан ұзап бара жатқан сәтте мөлтілдеген көзінің жасын сүртіп, талықсыған есін жиған айшуақ басын шақ көтеріп: «Ерасылым, Нұрасылым, шешелерің мына мені ұмытпаңдар, хат жазып тұрыңдар мағанда», деп қолын бұлғады. Көз алдынан зырғып бара жатқан тұмсығы ұзын, аласа көлікке телміре қарап, қолындағы үйпа-түйпа жаулығын желбіреткен күйі ботасынан айырылған аруанадай аңырап қала берді. Оның осы боздауы екен. Күткен хат та келмеді, хабар да алмады. Анда-санда табалдырығын тебініп кіріп, тепсініп шығатын Жұмақыз балаларың әне келеді, міне келеді деумен алдап, діңкесін құртты. Қолындағы азғантай ақшасы мен малын сыпырып әкетіп, қазанын қақсытты. Тәмам шаруасын тындырып, сататын сатып тауысқан абысына бір күні ізім қайым жоқ болды. Ар алдында абыройы сотталған Жұмақыздан осылайша талай қорлық көрген айшуақта қартайды. Бағып қағар ешкімі болмаған соң, көршілердің көмегімен қаладағы қарттар үйіне кеп жан бақты. Кеудесінде жыбын жаны тұрғанда, ұлдарын бір көруді аңсайтын кейуана, жастықтың буымен білмей істеген ағаттығына сағат сайын өкінумен келеді. Бұл маған Алланың берген тақсіреті деп қос ұлын іздеумен келеді. Жасынан жат боп кеткен Ерасыл мен Нұрасыл бүгінде бойынан күш-қуат кетіп, интернатта тұрып жатқан туған шешелерін қайтсын. Араларын Жұмақыз суытқан соң аналарын мүлдем ойламайтын, іздеп, жоқтамайтын халге жетті. Қағанақы қарқ, сағанақы сарқ, олар туған шешелерін тақсірет тартып, әлі күнге зарығып күтіп жүргенін білмейді, білгісі де келмейді.